Сәлем баршаңызға. Бүгінгі блины құймағымыз өте керемет және дәмді шықты. Өзім де бір риза болып отырмын осыған. Достар, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Бізге осы 2 жұмыртқа қажет болады. 2 жұмыртқа және де шай қасықта жарты қасық тұз, 3 қасық мак, 2 қасық қант. Осыны жақсылап араластырып аламыз. Жаңағыдай жұмыртқамен біркелкі масса шығарып. Сосын ұнымыздан кішкене қосып араластырып аламыз. Менде осындай үлкен стаканда ұн, ол 300 граммдай ұн. Араластырып аламыз. Барлық мөлшерді мен описание бөліміне жазып кетемін, бірақ сіздер жасаған кезде қоюлығына өздеріңіз мән беріңіздер. Жұмыртқаның көлемі әртүрлі және де ұнның да массасы әртүрлі болып келеді. Міне осында қою масса шыққаннан кейін бір бокал ыстық су құямын. Одан кейін 1 стакан сүт. Қалған ұнымызды салып араластырамыз. Және де бұл блинінің тағы бір ерекшелігі, мен пищевой соданың орнына разрыхлитель қостым. Сіздер де қосып көріңіздер. Негізі пищевой соданың дәмін өзім ұнатпаймын. Содан кейін разрыхлительге ауыстырдым. Қопсыздыққа өте дәмді болды. Жаңағыдай соданың дәмі шығып қалады ғой. Бұда содан дәмі шыққан жоқ. Және де сүйхмайды сразу осы блинаға құйып тастаймыз. Ал сковородкаға пісірген кезде мен ешқандай да май құймаймын. 3-4 қасық құйып араластырып жібереміз. Міне өздеріңіз көріп отырғандай табаны ештеңе жабысқанда жоқ. Менде сковородка даже блинаға арналған сковородкада да емес, сондықтан жабыспай әдемі піседі. Осы рецепті пайдаланып көріңіздер және де результатымен бөлісіп кетсеңіздер өте қуанамын. Менің инстаграм парақшама да тіркеліп кетіңіздер және белгілеп кетіңіздер, егер осы рецепті пайдаланып пісірсеңіздер. Сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Мадина.